Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләйләгүл. Бүгін мен сіздерге ірімшіктің сарысуынан дәл осындай құймақтың жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Өте дәмді, жұмсақ және де ажурное болып шығатын блинчикті менімен бірге дайындап көріңіздер. Ал егер де әлі де менің каналыма тіркелмеген жаңадан келген оқырманым болсаңыздар, онда міндетті түрде осы каналды қолдап, каналыма тіркеліп және де қоңыраушаның белгісін все деген батырмаға басып қоюларыңызды сұраймын. Сонда менің жүктеген келесі видеорецептілерімді алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Каналымда өте оңай, жеңіл жолмен дайындалатын видеорецептілер өте көп, сондықтан да каналға өтіп қарап көріңіздер. Алдыңғы видеорецепте мен сіздерге дәл осындай оқтаусыз, хрустящий болып шығатын, оңай жолмен дайындалатын хорстың рецептісімен бөліскен болатын. Егер де әлі де қарап көрмеген болсаңыздар, онда каналға өтіп қарап көріңіздер. Ашыған сүттің ірімшігінің сарысуын тастамаңыздар, одан біз қазір блинчик дайындаймыз, немесе бауырсақ, немесе нан пісірсеңіздер де болады. Құймақтарымыз үшін ең алдымен 3 дана жұмыртқамызға қантымызды және де тұзымызды және де ас содасын қосып, сұйық майдан қосамыз. Барлығын қосып жақсылап араластырамыз. Барлық қажетті ингредиенттердің мөлшерін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерге өтіп қарап көрсеңіздер болады. Және де ол жерден басқа да рецептілердің плейлист бөлімін қарап көре аласыздар. Ол жерде де түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Енді біз сүттің орнына дәл осы ірімшіктен қалған сарысуды қосамыз. Барлығын қосып, үстіне ұнымызды електен өткізіп, сұйық қамыр дайындаймыз. Ұнымызды дәл осылай бөліп венчиктің көмегімен жақсылап араластырып езіп аламыз. Достар, менің каналымда блинчиктердің түрлі рецептері бар. Асқабақ қосып дайындалған және де ашыған сүттен дайындалған және де содасыз дайындалатын блинчиктердің түрлі рецептері бар. Арнайы плейлист бөліміне бөліп қоямын. Сол жерге өтіп қарап көрсеңіздер болады. Және де соның ішінде өзіме ең қатты ұнайтын блинчик ол араб құймақтары. Өте дәмді және де ішіне начинкасы мен қосып дайындалатын блинчикті сіздер де қарап көріп отбасыларыңызға дайындап берсеңіздер болады. Құймағымыздың қамыры дәл осындай сұйық болуы керек. Енді табамызды отқа қойып, жақсылап майлап аламыз. Оттың асты қатты от, дәл осындай табамыздың жалыны шыққанға дейін қыздырып аламыз. Енді құймақтарымызды аз-аздан құйып пісіретін боламыз. Өте тез піседі, сондықтан да мұқият қарап отырыңыздар. Және де табамызды алғашқы майлағаннан кейін майламаймыз. Дәл осылай бірінің үстіне бірін жақсылап пісіре беретін боламыз. Байқасаңыздар, мен арнайы блинчикке арналған табаны пайдаланбаймын. Кез келген табада өзіме ыңғайлы етіп пісіре беремін. Әрине, мұндай табаларға бірден жасап пісіріп кету мүмкін емес. Алғашқы 4-5 құймақтарыңыз кішкене жабысып, табаңыз үйренгенге дейін жабысып, солай пісуі мүмкін. Одан кейін табаңыз үйреніп, келесі құймақтарыңызды дәл осылай пісіре беретін боласыз. Мен бұл табаны арнайы осы құймақ пісіру үшін дайындап қойғамын. Сондықтан да менде ешқандай жабыспайтын дәл осылай құймақтар пісе береді. Сондықтан да менің рецептімдегі құймақтар кез келген табада пісе береді. Жасап көріңіздер. Неге біздің құймақтарымыздың барлығы пісіп болды, өте жұмсақ, дәмді және де ешқандай да сарысуға піскендігі білінбейтін өте дәмді құймақтар дайын болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер және де ешқандай тағамға ысырап жасамай, осылай да дайындап көрсеңіздер болады. Енді осы сарысудың ірімшігінен мен осылай ортасына салма дайындадым. Оған кішкене аздаған қант және де қаймақты қосып, оның үстіне күз мезгілінде сақтаған ас көгімді қосып, жақсылап араластырып, құймақтың ортасына салмасын дайындадым. Енді құймақтарымызды дәл видеодағыдай ортасынан кесіп, 3 бұрыштап жасай берсеңіздер болады. Және де өзіңізге ұнаған кез келген формада салмасын дайындап жасасаңыз болады. Дәл осы рецептпен сіздер де дайындап көріңіздер. Бұл сүтті мен айран жасау үшін дүкеннен арнайы сиырдың сүтін алып келіп пісірген болатынмын. Бірақ сүтім іріп кетіп, дәл осындай ірімшік болып қалды. Енді осы ірімшіктің сарысуынан
балаларыма дәл осындай құймақты ішіне осы салмасымен дайындап бердім. Сіздер де осылай дайындап өз отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады. Өте дәмді және де жұп-жұмсақ болып шығатын құймақты менімен бірге дайындап көріңіздер. Егер де арнама әлі де тіркелмеген болсаңыздар, осы қазақша контенттің өсуіне қолдауыңызды білдіріп, каналыма тіркеліп, қоңыраушаның белгісін все деген батырмаға басып қоюларыңызды сұраймын. Сонда менің жүктеген кез келген видеоларымды алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Әлі алдағы уақытта талай пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Сондықтан да каналымды жоғалтып алмас үшін дәл қазір тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Салмасын өзімнің қалауым бойынша осылай жасап жатырмын. Сіз өз қалауыңыз бойынша әр түрлі формада дайындап көрсеңіздер болады. Біздің құймақтарымыз дайын болды. Баршаңызға рахмет. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Ләйләгүл. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Пока-пока.